Абай Құнанбаевтың 45 қара сөзі бар. Солардың ішіндегі 18-ші қара сөзін сіздерге ұсынамын. Адам баласына жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киініп, һәм ол киімін былжыратып кимей, таза кимек дұрыс іс. Ләкин өз дәулетінен артық киінбек, не киімі артық болмаса да, көңілінен қуат тұтып, тым айналдырмақ кербесіңіз. Кербестің екі түрлі қылығы болады. Бірі бет-пішінін, мұртын, мүшесін, қас-қабағын қолдан түзетіп, шынтағын көтеріп, қолын тарақтап әуреу. Біреуі атын, киімін, айран ішерім деп, солардың арқасында сыпайы, жұғымды жігіт атанбаққа, өзінен ілгерілерге келелі болып, өзі қатардағының ішін күйдіріп, өзінен кейіншілерге әттен дүние-ай, осылардың адындай ат мініп, киімін не киім кигенді не арманы бар екен, дейтін болмаққа ойланбақ. Мұның бәрі масқаралық, ақымақтық. Мұны адам бір ойламасын, егерде бір ойласа, қайта адам болмаға қиын іс. Кербез дегенде осындай керден немеден безіңдер деген сөзге ұқсатамын. Тегінде адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрсеменен оздым ғой демектің бәрі